Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа дайынсыздар ма? Иә. Дайын болсаңыздар, қол алысып, кәне біз достасайық бәріміз. Айтарым бар сендерге, тез тұрыңдар шеңберге. Қандай жақсы бір тұру, достарыңмен бір жүру. Қандай жақсы дос болу. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Көктемнің айларын атай аласыздар ма? Наурыз, сәуір, мамыр. Ендеше осы көктем айларына байланысты бүгін топтық жұмыс жасаймыз. Мен сіздерге арнайы осы көктемнің нышаны ретінде жауқазындар алып келдім. Қарасаңыздар болады тақтадан. Соның артында сандар тұр балалар. Сол санға қатысты балалар топқа бөлініп отырамыз. Кәне, ала қойыңыздар. Тұра берсін достар. Ол отыра қаламыз тез-тез. Балалар, үш топқа бөліңіздер, наурыз, сәуір және мамыр. Енді балалар 4-ші тоқсан басталғалы біз қандай бөліммен танысып жатырмыз? Наурыз. Демалыс, мәдениет. Соның ішінде біз қандай ұғымды қайталап жатырмыз? 8-ші наурыз. Жоқ, өткен тақырып, мәтін және сөйлем ұғымы қайталап жатырмыз. Енді алдыңғы сабақта біз қандай мерекемен таныстық? 8-ші наурыз. Аналар мерекесі, 8-ші наурыз. Соған қатысты мен сіздерге осындай көкек ойынын дайындап келдім. Неше? 4. Ұяшын ашайық. Оқи қойыңыз. Халықтың мерекелерге қандай мерекелер жатады? Халықтық мерекелерге қандай мерекелер жатады? Отан қорғаушылар күні, аналар күні, 22-ші наурыз, тәуелсіздік күні. Жақсы, келсеміз балалар? Иә. Кім шығады және? Қайса шыға қойыңыз? Шасы. Қандай сан шықты? 3 сан шықты. 3 сан ашайық. Дауысын шығарып. Мәтіннің қандай? Хабарлау, сипаттау, пайымдау. Жақсы, балалар, дұрыс па? Иә. Келесі кім шығады? Даниял, шасын шығыңыз. Қандай бұл? Қандай сан? 2, сұрағын оқи ғой. Мәтін дегеніміз не? Апайлар бар отыр. Мәтін дегеніміз ішінде сөздер бөлек-бөлек жазылады. Азат жолдан жазылады. Мәтін бөлек-бөлек жазыла ма сөздер? Жоқ. Мәтін дегеніміз байланысқан бірнеше сөйлемдерден құралады. Шатаспаңыз. Ішінде пайымдалады, оқиғалар пайымдалады, сипатталады, дәлелденеді. Жақсы. Тағы да? Ішінде жоспар құруға болады. Жақсы. Ат қоюға болады. Жақсы. Сосын? Абзацтан? Абзацтан тұрады. Келсеңіз балалар? Иә. Отыра қойыңыз, рахмет. 2 түсті, тағы да бақса. Онда 1 деп алайық, соған жақынсақ, кәне 1-ді. Сөйлем дегеніміз не? Сөйлем дегеніміз аяқталған ойды білдіреді, жолынан тыныс белгісі қойылады, құрамындағы сөздер бөлек жазылады, бас әріппен жазылады. Жақсы. Отыра қойыңыз, рахмет. Келесі кім келеді тағы? Келесің ба? Медина келе қойыңыз. Ақтара қойыңыз.
бесті қандай? Сен анаңа мерекеде қандай сыйлық жасайсың? Мен анама гүл мен ашық хат сыйлаймын. Мерекеде жақсы. Лақтыра қойыңыз. Ал. Аналар мерекесі қашан тойланады? Аналар мейрамы 8 наурыз күні тойланады. Жақсы, балалар дұрыс па? Жақсы. 22 наурыз. 22 наурыз қандай мереке балалар? Қазақтар мерекесі. Қазақтар ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі туралы әңгімелейтін боламыз. Енді бәріміз, балалар, менің осы столымның үстіндегі не байқадыңыздар? Бұл сандық, жай сандық емес, бұл сыр сандық. Бұның ішінде не бар деп ойлайсыздар? Өздеріңіз тұжырымдамаларыңыз. Не бар деп ойлайсыздар? Кез келген. Көрпе, тағы да, ою, тағы да. Киімдер ашамыз. Енді балалар, сонымен өткен сабақты еске түсіреміз. Мәтін дегеніміз не екен? Бәрін айта білейік. Мәтін дегеніміз оқиғалар, Хабарлар. сипатталады және пайдаланады, дәлелденеді. Тағы да кім еді? Мәтін дегеніміз ағартыстардан Басталады. ат қоюға Ат қоюға болады, жоспар құруға болады. Сосын өзара байланысқан елдерде тұрады. Және мәтіннің басы болады, сосын соңғы негізгі бөлімі болады. Енді сіздерге мен бүгін қазір мәтінді мұқият тыңдаймыз. Мен сіздерге мәтін оқимын, соған қатысты қазір сіздерге бірнеше сұрақ қояйын. Тыңдаймыз ба мұқият? Наурыз жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады. Осынау шуақты әрі батпай ұзақ тұратын көктем күнін қазақтар қадірлеп, ұзын сары деп еркелете атаған. Оның мағынасы терең. Ұлыстың ұлы күні деген сөз. Бұл күнді тойлау халқымыздың ежелгі салты. Жыл 12 ай кітабынан алынған екен балалар. Енді осы мұқият тыңдадыңыздар ғой? Енді сіздерге сұрақ. Мәтінге қандай ат қойсақ болады? наурыз жыл басы. Жақсы, тағы да қойсақ болады. Енді екінші сұрақ сіздерге. Осы мәтіндегі ұзын сары сөзі қандай мағына береді? Біз екінші сыныпта әдебиет оқыда таныстырайық. Ұзын сары дегеніміз күн мен түннің теңелуінің күннің теңелуінен кейін күннің ұзарған уақытын ұзын сары деп атаймыз. 22 наурыз 23 маусым аралығын 93 күнге созылады. Жақсы, балалар, енді ұзын сары дегеніміз көктемде күннің ұзарған кезін айтады екенбіз. Енді сіздерге келесі сұрақ. Наурыздың жыл басы болу себебі. Неліктен наурызды жыл басы деп атайды? Кім айтады? Өйткені наурыз қазақтардың жаңа жылы болып есептеледі. Сол себепті ойлайсыз. 22 наурыз күн мен түн теңеледі. Жақсы, тағы да. Жаңа тіршілік оянады. Жақсы, тағы да. Медина. Наурыздың жыл басы болу себебі наурызда, яғни көктемде күн мен түн теңеледі. Жаңа жапырақ шығып, гүл өседі, жер ана оянады. Бала, келсеңіз ба? Жақсы, Енді сендер өздерің осы мерекені қалай тойлайсыңдар? Үйде? Ән айтып билейміз. Тағы да. Ұлттық ойындар ойнаймыз. Жақсы, сосын? Ұлттық тағамдар пісіреді. Әжеміз, анамыз көже пісіреді. Наурыз қандай көже пісіреді? Наурыз көжесі. Анамыз үйдің ішін жинамай қоймай, даланы жинайды. Ауланың бәрін не істейді адамдар? Біз бұл мейрамды көрші туыс-туған көршілермен жиналып, наурыз көже пісіріп, ән айтып, би билеп, қыздар алтыбақан тебеді. Жақсы, керемет. Енді балалар, сіздерге мен топтық жұмыс осы мәтіннің заңдылықтарын пайдалана отырып, сіздер қазір маған 3 мәтін құрып бересіздер. Бірінші топ сіздер ұлттық киімдер, екінші сіздер ұлттық ойындар, үшінші топ сіздер ұлттық
тақталарыңыздан байқаған шығарсыздар, соған өздеріңіз істеп отырасыздар. Өздеріңізді 10 балдық жүйемен бағалап отырасыздар. Жақсы ма? Еркемай. Сіз қандай тақырып еді? Тақырыбыңызды айтып қойыңыз. Жақсы. Кішкене толықтырсақ болады екен, иә? Қазақтың ұлттық киімдері ою-өрнекті болып келеді деп, иә? Жақсы. Отыра алайыңыздар. Үшінші топ. Ұлттық тағамдар. Қазақстанда ұлттық тағамдар түрі өте көп. Еттен түрлі өте көп пайдаланады. Мысалы, олар оны төрт түлік малдың сүтінен жасайды. Мысалы, айран, қатық, шұбат, қымыз, май, қатық жасалады. Жақсы. Отыра қойыңыздар. Өте жақсы. Мәтінді түсінген шығарсыздар. Енді балалар, бәріңіз қазір оқуларыңызды 11-ші жаттығу 98-ші бетін ашамыз. Өзіндік жұмыс. Бүгінгі күн ретінде жазамыз. Балалар, 11-ші жаттығудың тапсырмасы мәтінді қатесіз, әдемі не істейміз? Көшіріп жазамыз және сөйлем мүшелерді таңдаймыз. Сіздерге сұрақ енді. Сөйлем мүшелері дегеніміз не? Еске түспекші. Балалар. Сөйлем мүшелері дегеніміз сөз құрауға болатын толық мағыналы белгілі бір сұраққа жауап беретін және сөйлемдегі басқа сөздермен байланысып тұратын сөздер. Сөздер, иә? Енді екіге бөлінеді. Қандай бөлінеді? Кім айтады? Қандай? Жоқ. Қандайға? Бастауыш пен баяндауыш, сосын атқаратын қызметіне нешеге бөлінеді? Сөйлем мүшелері. Тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер, иә? Тұрлаулы мүшелерге қандай сөйлем мүшелері жатады? Білеміз, иә? Бой, тұрлаулыға бастауыш пен баяндауыш, тұрлаусызға қалған үш сөйлем мүшесі сақтауыш жатады, иә? Енді соған байланысты балалар. Сөйлем мүшелерінің астын не істейміз? Сызамыз, сөйлем мүшелерін табамыз. Қайне жазамыз? Әдемі. Мәтінді оқи қойыңыз. Барлығымыз тексереміз. Егер біз табамыз. Баяндауыш, тілеу. Не істеу? Сұрағы не істеу болады? Кімге? Жоқ. Тілеу. Не тілеу? Мұңшылық, тоқшылық. Қандай сөйлем мүшесі? Бастауыш. Бастауыш. Дұрыс па балалар? Сұрағы не? Кімге тілеу? Халыққа. Сұрағы кімге? Толықтауыш. Мақсаты. Несі? Бастауыш. Бастауыш, дұрыс. Наурыз тойының ненің? Анықтауыш. Балалар, дұрыс па? Иә, дұрыс, иә? Кімдікі дұрыс балалар? Бір бал өздеріңізге қойсаңыздар болады. Тағы да, Динара, сіз талдай қойыңыз екіншісін. Не үшін? Жоқ, бірінші не табамыз балалар? Баяндауыш табамыз, иә? Баяндауыш жасайды.
Не жасайды, наурыз көже жасайды. Бастауыш, иә? Бастауыш. Қазан қанша жасайды, қазан жасайды. Пысықтауыш. Дұрыс. Сол үшін жасайды. Не үшін жасайды, пысықтауыш. Пысықтауыш. Балар, дұрыс па? Иә, енді балар осы жаттығудың екінші тапсырмасы бар екен. Сіздерге наурыз көже құрамына енетін дәм атауларын жазып шығыңыздар. Кәне, кім бірінші бізге жазып шығады екен? Наурыз көже екінші тапсырма деп маған тез. Өзіңе бір ұпай қойсаң болады. Балалар, енді мен сіздерге тергіту сәтіне осындай ұлттық ойын дайындап келдім. Балалар, енді сіздерге тергіту сәтін дайындап келдім. Бұл қазақтың ұлттық ойыны, асыл қазан ойыны, иә? Әрбір топтан бір ұл бір қыз шықса, кім шығады? Шасың ба? Шауы. Екінші топтан тағы екеуін шауы, кім шығады? Рамазан мен Медина шықсын, иә? Қайт шығады. Олайым ұрасыздар ғой. Болды, ойын аяқталды. Кәне, сіздерде бірінші топта наурыз тойында нешеу екен? 3-еу. Екінші топ сәуір тобында 1-еу екен. Қай топ жеңіске жетті? Иә, жеңіске жеткен топ осы жаққа келсін, қайтадан екінші топпен ойнап, екінші топтан бір ұл бір қыз шықсын. Шықсын, Айым мен Арнұр шықсын. Иә, тез тізіп қоямыз. Ар жаққа түсіресің. Жібек олай болмайды. Иә. Болды, иә, аяқталды. Иә, санаймыз. Мына жақта нешеу екен? 4-еу, мына жақта 4-еу, яғни тең болдыңыздар, иә? Жақсы, достық жеңді. Отыра қоямыз. Балалар, енді қорытындылау, сіздерге осындай ребус алып келдім. Суреттегі зат атауларының алғашқы әрпін төркөз жасап, сөзді не істейміз? Табамыз. Қандай сөз шығады деп ойлайсыз? Наурыз, иә. Енді мен сіздерге осы наурызға қатысты бірнеше сөйлемдер дайындап келдім. Осыны балар. Тез талдаймыз балар. Бірінші баяндаушы табамыз. Айын көрсетеміз. Төбесіне қандай сөйлем мүшесі соны жазамыз. Мен жазам, сен білмейсің.
бөлімшесі болды? Бастауыш. Бастауыш, иә, солай толық айтамыз, иә. Балалар енді ақ мол болсын деген сөз қай уақытта айтылады? Кім айтылады? Қай уақытта біз айтамыз? Ақ мол болсын деп. Кім айтады? Қашан айтамыз? Наурыз айында. Иә, наурызда. Тағы да Қонаққа барған кезде. бата Бергенде. бата берген кезде бізге ақ мол болсын деп айта ма? Сіздер өздеріңіз бата білесіздер ма? Иә. Кім біледі бата? Кім біледі бата? Білесің ба? Қане? Батан батпасын, батан жерде жатпасын. Осылай тұрған сөзінде Алла тағала қолдасын, деніңе сауап берсін, дастарханыңа байлық берсін. Аумин, иә. Енді бізге балалар наурыз мерекесінде кім келеді білесіңдер ма? Қыдыр Ата. Бізге Қыдыр ата қонаққа келіпті. Сәлеметсіздер ме? Жаңа жыл бақыт сол болсын, малың тоқ, уайым қайғың жоқ болсын, көген толы қозы, серең толы құлың болсын, малың базарлы, ұлың мазалы, қызың ажарлы болсын. Жарылқа таңнан қабірет, қар қып құтты наурыз, құрдасыңа қуаныш болып, уа жаратқан зарлыққа қылайдың осы сөйтіп оңдасын. Аумин, иә. Балалар, бүгін біз мәтін және сөйлем ұғымымен істеді, қайталадық, иә? Сонымен сөйлем дегеніміз не екен? Кім айтады? Сөйлем дегеніміз не? Сөйлем дегеніміз аяқталған ойды білдіреді, соңына тыныс белгі қойылады, құрамындағы сөздер бөлек жазылады, бас аяқпен жазылады, нүкте, сұрау белгісі, лек белгісі. Енді балалар қараңыздар, бүгінгі сабақты егер де жақсы барлығын түсіндім десеңіздер, осы білім жолына қараймыз. Өздеріңіз алдарыңыздағы осындай жауқазын бар ғой, иә? Жауқазында егер де сабақты жақсы түсінсеңіздер, осындай шамға жағасыздар. Егер де жоқ менің енді түсініп келемін десеңіздер, осылай бір өшіп тұрған, иә? Осындай жартқа қоясыздар. Егер де мүлде мен түсінбедім десеңіздер, не істейсіздер? Өшіріп қоясыздар, иә? Түсінді, барлығын түсіндім деген жасыл жол таңдайсыздар. Ең түсініп келемін деген сары жол таңдайсыздар. Сосын түсінбедім дегеніңіздер, қандай жол таңдайсыздар? Қызыл жолды таңдайсыздар. Иә, барлығыңыздар түсінген сияқты. Бірінші топ. Жақсы. Иә, екінші топ, сары топ келе қойсын. Иә, үшінші топ. Және де осы бағалау парағына бала есімдерін жазып, маған тапсыруды істейсіздер. Ұмыт. Балалар, енді сіздерге соңғы, иә, сыр сандықтың ішінде не бар екен қызықты ма сіздерге? Иә. Үйіне келген қонақты ешқашан істемеген екен. Құрғол қайта маған екен. Сіздерге осы наурыз дәмін сыйлағым кеп отыр. Кәне, апайлардан берсеңізші, арың. Сізге бүгін сабаққа белсене қатысқаныңыз үшін наурыз дәмін. Келген қонақтарға арың берсеңізші.